Баршаңызға ассаламу алейкум. Бүгін сіздермен әйелдердің намаз оқу үлгісін көрсететін боламын. Егер сіз жаңадан намаз бастағалы жүрген болсаңыз, осы видео сізге арналады. Соңына дейін мұқият қарап шығуға кеңес беремін. Видео тек әйелдер қауымына арналады. Ең алдымен таң намазының оқу үлгісін түсіндіретін боламын. Таң намазы 2 рәкат сүннет, 2 рәкат парыздан тұрады. Таң намазы уақыты екінші таң атқан уақыттан басталып, күн шығуына дейін жалғасады. Таң намазының уақыты әр қалада әртүрлі, сондықтан өз қалаңыздың намаз уақытын сәжде қосымшасы арқылы біліп алсаңыз болады. Намаз оқудың алдында міндетті түрде жақсылап дәрет алып, әуретті жабатын таза киім киіп намаз оқуға ниет етеміз. Ниет шын жүректен айтылуы тиіс. Тек тілмен ғана айтып, жүрекпен бекітілмесе, намаз қабыл болмайды. Сонымен ниет еткенде былай айтамыз: Алла разылығы үшін жүзімді құблаға бұрып, бүгінгі таң намазының 2 рәкат сүннетін оқуға ниет еттім дейміз. Кейін Аллаху әкбар деп ифтитах тәкбірі алынады. Әйелдер тәкбір алғанда алақандары құблаға қарап, саусақтары жай ғана ашық қалпында және саусақ ұштары иықтың тұсына келетіндей түрде қолдарын жоғары көтереді. Тәкбір алғаннан кейін қол байлайды. Түрегеліп тұрғанда сәжде жасайтын жерге қарап тұрады. Оң қолы сол қолының үстіне келетін түрде қолдарын кеудесіне ұстап, Субханака дұғасын айтады. Субханака Аллахумма ва бихамдик ва табарака смук ва та'аля джаддук ва ла иляха гайрук. Содан кейін Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп Фатиха және кез келген қысқа бір сүре немесе Құраннан кемінде 3 аят оқимыз. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين деп Фатиха сүресін оқып болғаннан кейін қысқа бір сүре оқылады. Қысқа сүрелер әр бірінші және екінші рәкатта оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тойнакал каусар фасолли лираббика ванхар инна шани'ака хувал абтар. Қысқа сүре оқып болғаннан кейін Аллаху акбар деп рукуққа барамыз. Рукуқ кезінде 3 рет Субхана роббиял азим деп 3 рет айтылады. Әйелдер рукуқта арқасын кішкене еңкейіп ұстап, еркектердікіндей саусақтарын ашпайды, қолдарын тізелерінің үстіне қояды, тізе шынтақтарын сәл бүгіп, иіліп тұрып, көздері сәжде жасайтын жерге қарайды. Рукуқ тәсбихін айтып болған соң, Сами Аллаху лиман хамида деп айтып, рукуқтан тұрады. Бой түзеп тік тұрғанда, Роббана валакал хамд дейді. Аллаху акбар деп сәждеге барады. Әйелдер сәждеге жығылғанда алдымен тізелер, содан кейін қолдар және маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде бас 2 қолдың ортасында болады. Аяқтары саусақтарымен бірге тіреліп, тік ұсталады. Аяқтары мен қолдарының саусақтарының ұштары құблаға қараған түрде келеді. Сәжде кезінде Субхана роббиял а'ла деп 3 рет айтылады. Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп, тізерлеп отырады. Отырғанда қол саусақтарының ұшы тізеге тиіп, қолдары санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жағына жіберіп, жартылай жамбастап отырады. 2 сәжде арасында Субханалла дейтіндей бір қысқа уақыт отырады. Аллаху акбар деп екінші сәждеге барады. 3 қайтара Субхана роббиял а'ла тәсбихі айтылады да Аллаху акбар деп екінші рәкағатқа тұрып, қолдары байланады. Осымен бірінші рәкат орындалды. Түрегеп тұрып, оң қолын сол қолының үстіне қойып, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүресін оқимыз. Алхамдулиллахи роббил аламин.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Фатиха сүресінен кейін Құрандағы қысқа бір сүре оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл хуаллаху ахад. Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Тура бірінші ракаттағыдай Аллаху акбар деп рукуққа барып 3 рет қайталап Субхана роббиял азим деп айтамыз. Самиаллаху лиман хамида деп рукуқтан тұрады. Бой түзеп Роббана валакал хамд дейді. Аллаху акбар деп сәждеге барады. Субхана роббиял а'ла деп 3 рет айтқан соң Аллаху акбар деп сәждеден басын көтеріп тізерлеп отырады. Екі сәжде арасында Субханаллах дейтіндей бір қысқа уақыт отырылады. Аллаху акбар деп екінші сәждеге барады. 3 қайтара Субхана роббиял а'ла дейді. Аллаху акбар деп сәждеден басын көтеріп соңғы отырысқа отырады. Осымен екінші ракатты да оқыдық. Отырғанда саусақтарының ұшы тізеге тиіп, қолдары санның үстіне қойылады. Әйелдер екі аяғын оң жағына жіберіп, сол жамбастап отырады. Отырғанда әт-тахият, Аллахумма салли, Аллахумма барик, Роббана атина дұғалары айтылады. Әт-тахияту лиллахи вассалавату ваттайибат. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахима وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Роббана дұғасы айтылып болғаннан кейін екі иыққа қарап сәлем береміз. Алдымен бірінші оң иыққа қарап Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сәлем береді. Сосын сол иыққа қарап Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сәлем береді. Намаз аяқталған соң екі қолды жайып дұғаларды оқимыз. Астағфируллах, астағфируллах, астағфируллах деп 3 рет айтып, сосын Аллахумма антассаламу ва минкассалам табаракта я зал джалали вал икрам деп дұға айтылады. Осымен таң намазының 2 ракат сүннеті орындалды. Енді қайтадан бой түзеп, таң намазының 2 ракат парызын дәл солай оқып шығамыз. Ниет еткенде Алла разылығы үшін жүзімді қыблаға бұрып, таң намазының 2 ракат парызын оқуға ниет еттім деп дәл сүннетін оқығандай оқып шығамыз. Сүннеті мен парызы бірдей оқылатын болғандықтан толығымен түсірген жоқпын. Ал егер түсінбей қалған жерлеріңіз болса, пікірге жазып сұрай берсеңіздер болады. Кері байланыс міндетті түрде болады. Бүгінгі ақпарат сізге пайдалы болды деген үміттемін. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Бүгінгі видеода сіздермен болған Каусар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.